Индустрия саласындағы әлемдік трендтарды бағалап, елімізде жүзеге асырып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың дұрыс жүруіне сүйемелдеу жасайтын Қазақстандық индустрия дамыту институты. Армысыздар ағайын. Эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында индустрия және даму институтының жұмысымен танысатын боламыз. Қазақстандық индустрия дамыту институтының құрылғанына биыл 7 жыл толды. 7 жылда жеткен жетістіктер, бағындырған белестер қаншама. Алдымен индустрияландырудың алғашқы 5 жылдығы артта қалды. Нәтижесінде 1000-ға жуық жоба іске қосылып, 69 мыңға тарта жаңа жұмыс орындары ашылды. Сондай-ақ, Қазақстанда бұған дейін шығарылмаған 325 түрлі жаңа өнімдер өндірісі игеріле бастады. Бірінші 5 жылдық аясында мемлекет тарапынан барлық жағдай қарастырылды. Ең бірінші бұл қажетті заңнамалық база қалыптасты. Яғни осы кезде 50-ге жуық заңнамалық актілерге, заңдарға тиісті түзетулер енгізіліп, ол заңдар инвестиция жөніндегі заң, лицензиялау және жеке кәсіпкерлік туралы заңдарға сияқты өзгертулер енгізілді. Жаңадан 3 жаңа заң қабылданды. Бұл осы индустриялық инновациялық қызметті қолдау жөніндегі заң, энергияны үнемдеу заңы, және 3-ші заң бұл арнайы экономикалық аймақ туралы заң қабылданды. Институттың негізгі міндетіне индустриялық саясат, қазақстандық өндірістерді жетілдіру кіреді. Сонымен қатар, өнеркәсіптің өндіруші секторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру және инновацияларды енгізу саласындағы зерттеулер жатады. Біз бірнеше бағыттарда жұмыс істейміз, яғни стратегиялық консалтингтен бастап, салалық зерттеулерге дейін жүргіземіз. Және де жүргізіліп жатқан іс-шаралардың барлығын мониторингін жүргізетін, және де әдістемелік сүйемелдеуін жүргізетін бұл Қазақстандық индустрия дамыту институты болып табылады. Сонымен қатар біздің институт бизнесті қолдау тетіктерінің негізгі оператор, бағдарламалар негізгі оператор болып табылады. Мысалға келтіретін болсақ, жеке кәсіпорындардың еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнімділік 2020 бағдарламасының операторы. Өнімділік 2020 бағдарламасы 2 кезеңді қамтиды. Аталмыш бағдарлама еңбек өнімділігін ұлғайту арқылы өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға арналған. Жұмыс істеп тұрған өндіріс нысандарын жаңғыртуды, яғни техникалық қайта жарақтандыруды көздейді. Бағдарлама шеңберінде 4 өңдеу құралы көрсетіледі. Біріншісі, ол индустриялық инновациялық жобаның кешен жоспары. Сол кешен жоспарға әзірлеуге және сараптауға кеткен шығындарды қайтару. Бұл бір. Екіншісі, кәсіпорынның құзыретін арттыруға кеткен шығындар. Бұған инженерлік техникалық мамандарды даярлау, қайта даярлау және шетелден білікті маман шақыру шығындары жатады. Үшіншісі, кәсіпорынның өндіріс процестерін жетілдіру шығындары және өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру құралы. Өнімділік 2020 бағдарламасы бұл елбасының тапсырмасы бойынша үкімет іске асырып жатқан мемлекеттік индустрияландыру бағдарламасының құрамдас бөлігі. 2010-2016 жылдар аралығында индустрияландыру картасы бойынша 4,7 триллион теңге инвестиция жұмсалып, 97 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Жобалар нәтижесінде 8 триллионға өнім өндіріліп, экспортқа өнім шығару саны едәуір артты. Біздің экспортқа шығарылатын тауарлардың номенклатурасы кеңейе басталды. Яғни біз осы титан құймаларын, аккумуляторларды, локомотивтерді, киімдердің бір қатар түрлерін, сүт өнімдерін шығара бастадық. Негізі экспорт туралы айтатын болсақ, еліміздің өнімдерін 117-ге шақты елге біз экспортқа шығарамыз.
Бұл экспорттағы жағымды жаңалық. Арнайы мамандар импортты да бақылауға алған. Мұнда да айтарлықтай ақпарат бар. Мәселен, осыдан 6-7 жыл бұрын темір арқау қолданысында 80% импортқа тәуелді болсақ, қазіргі күні ішкі нарықтың 80-90%-ын отандық өніммен қамтамасыз етудеміз. Соңғы жылдардағы индустрияландыру бағдарламасы аясында біз бірнеше стратегиялық инвестициялық жобаларды іске асырған болатынбыз. Соның есебінен, яғни импортты өзіміз отандық тауармен басып жатырмыз. Енді қосымша бір мысал келтірсем, біз бүгінге дейін осы СССР кезінде, кеңес үкімет кезінде және тәуелсіз Қазақстанда мүлдем шығарылмаған өнімдер шығара бастадық. Мысалға, Ақтөбе облысында Ақтөбе теміржол рельсін өндіру зауыты іске қосылған болатын. Енді осы зауыттың көмегімен біз толығымен теміржол рельстерін ұлттық қажеттілікті толығымен өзіміз қамтамасыз. Сонымен қатар бұйыртса осы жылда және келесі жылда біз өзімізді қамтамасыз етіп, сонымен қатар шетелге экспорттауға шығаратын өнімдеріміз болады. 2015 жылдың нәтижесі бойынша өңдеу өнеркәсібінде Қазақстан еңбек өнімділігі көрсеткіші бойынша Венгрия, Чехия сияқты Еуропа елдерінен озық тұр. Қазақстанның өнеркәсіптік өндіріс саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша ұсыныстар әзірленуде. Институтқа жүктелген тағы бір міндет дүниежүзілік сауда ұйымы ұсынған шарттарға мойынсұна отырып, отандық кәсіпорындарға қолдау көрсете білу. Ескере кететін жайт, осындай кедендік тарифтік мәселелерді қарастырған кезде біз дүниежүзілік сауда ұйымы алдында Қазақстанның алған тарифтік кедендік міндеттемелерін әрқашанда ескергеніміз жөн. Яғни біз дүниежүзілік сауда ұйымының алдында алған міндеттемелерімізден жоғары асып түсе алмаймыз. Яғни одан жоғары тариф енгізе алмаймыз. Бізде осы сұрақтар бойынша Евразиялық экономикалық комиссия тарапынан көптеген сұрақтар келіп түсуде, және біз оларды қарастырған кезде жаңағы өтіп кеткендей ең біріншіден отандық кәсіпорындардың мүдделерін ескереміз. Иә, бірінші 5 жылдықта атқарған ілкімді істер барысында 4000-нан астам шаршы километр автокөлік жолдары, 1,7 мың жаңа теміржол жолдары пайдалануға берілді. 2010-2016 жылдар аралығындағы индустрияландыру картасы бойынша жаңа жобалар іске асырылды. Оның ішінде 80% жаңа кәсіпорын, 20% жаңарту және өндірісті кеңейтуге бағытталды. Енді қызметкерлерді екінші 5 жылдықтың жүйелі жоспарлары күтіп тұр. Екінші 5 жылдықтың басымдықтары бұл өзінің еңбек өнімділігін жоғарылатуға бағытталған және сыртқы нарықтарға шығуға бағытталған кәсіпорындарды, жобаларды барынша қолдау болып табылады. Яғни бұнда біз бүкіл мемлекеттік саясатты осы экспортқа шығаратын жобаларды және өзінің еңбек өнімділігін жоғарылататын кәсіпорындарға көмек қолдау көрсете отырып, біздің осы индустриялық кәсіпкерлікті барынша дамыту болып табылады және осы көршілес, мүмкін алыс елдердің нарықтарына шығу болып табылады. Келесі 5 жылдықта индустрияландыру 4.0 концепциясы іске асырылмақ. Бұл ақпарат заманына кенже қалмай, дамыған елдермен үзеңгі қағыса, бір уақытта жаһандануға сепкі болмақ. Бұл қазіргі таңда пайда болып жатқан ақпараттық технологияларының жетістіктерін басқа салаларға енгізу деп айтуға болады. Және де біз елбасының соңғы жолдауына сәйкес индустрия 4.0-ді қазақстандық өндіріске енгізудің кешенді жоспарын дайындап жатырмыз. Бұған біз тек қана біздің қазақстандық қана емес, дүниежүзілік эксперттерді, сарапшыларды шақырып жатырмыз. Иә, алпауыт елдің сарапшыларымен пікір алмаса отырып, дамыған елдерден қалыс қалмай, көші озық өзге мемлекеттермен иық тіресе өркендеуіміз ел әл-ауқатының артуына да оң әсерін береді деген сенім бар. Біздегі тілек, межелі индустрияландырудың алдағы 5 жылдық жоспары нәтижелі өтсін.